Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі күннің тақырыбы күн сәулесі жерге қалай түседі. Негеш 2 апта бойы терезесінен күннің қозғалысын бақылады. Күнде таңертең бір мезгілде күннің тұрған орнын әйнекке белгіледі. Осылайша сағат сайын күннің жылжыған нүктесіне қағаз жабыстырып отырды. Әр қағазға уақытын көрсетті. Бақылауының нәтижесін графикпен рәсімдеді. Графикті қара. Негеш қандай қорытындыға келді деп ойлайсың? Неге әр күні әртүрлі сағатта күн сәулесі өзгеріп отырады? Сол сұраққа жауап іздеп көрейік. Оқушылар, көкжиек сызығын көріп тұрсыздар ма? Көкжиек сызығы жер мен аспанның шекарасын көрсететін сызық. Біз күнде таңертең күннің шығыста көкжиектен көтеріліп, кешке қарай батыста көкжиектің астына бататынын бақылаймыз. Бұл мезгілдерді күннің шығуы және күннің батуы дейміз. Осы екі мезгілдің арасы күннің ұзақтығын құрайды. Оқушылар, біз мана айттық, көкжиек сызығы жер мен аспанның шекарасын көрсететін сызық. Біз күнде таңертең күннің шығыстан көкжиектен көтеріліп, кешке қарай батысқа қарай бататынын білдік. Бұл мезгілдері күннің шығуы мен күннің батуы деп атаймыз. Ол күннің ұзақтығын анықтайды. Осы жерде біз күннің ұзақтығын анықтаймыз. Мына суретте әр мезгілдің күннің шығуы мен батуының схемасы берілген. 22 желтоқсанда күн қиғашынан, түсу бұрышы төмен болып тұр, сондықтан күн суық болады, күннің түсуі аз жылытады. Одан кейін 21 наурыз 23 қыркүйекті қарайық. Күннің түсуі көкжиекке қарай көтеріле түскен. Ал енді ең жоғарысындағы 22 маусымды қарайық. Күннің көзі жоғарыдан түсіп тұр. Күннің тік түсуі жерді жақсы ысытады. Сонымен оқушылар, біздер күннің қайдан шығатынын және қайда бататынын білдік. Көкжиек тұстары дегеніміз не? Оны да білдік. Және жыл мезгілдері не себепті ауысатынын, қыста күннің жылуын неге біздер аз алатынымызды, және жазда күннің жылуын, қызуын не себепті көп алатынымызды осы схема арқылы біліп алдық. Осы схеманы жаттап алыңыздар. Тәулік 24 сағатқа тең. Осы уақыт ішінде жер өз осінен толық бір айналып шығатын білесің. Жер өз орбитасымен күнді де айналып қозғалады. Бұл күн мен түннің ұзақтығына әсер етеді. Күн мен түннің ұзақтығы жыл бойы үнемі 12 сағаттан болмайды. Қыста күн қысқа, түн ұзақ болады, ал жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Бұл жердің өз осінің орбитаға көлбеу орналасуына байланысты. Солтүстік жартышарда орналасқан Нұр-Сұлтан қаласы және де оңтүстік жартышарда орналасқан Сидней қаласының күннің ұзақтығын есептейміз. Зертте. Нұр-Сұлтан қаласының күннің ұзақтығы 1 ақпан берілген. Біздер білеміз, 1 ақпан бізде қыс мезгілі, ал Сиднейде 1 ақпан жаз. Енді қараңыздар, 1 ақпанда күннің шығуы таңғы 8:52-де шығады Нұр-Сұлтан қаласында, күннің батуы 6-дан 5 кеткенде 9 сағат 13 минут болады екен күннің ұзақтығы. Ал керісінше Сиднейді қарайық. Сиднейде 1 ақпан күні күннің шығуы 6:16, күннің батуы 8:01. Күннің ұзақтығы 13 сағат 45 минут. Енді қараңыздар, дәл осы 1 ақпанда Нұр-Сұлтан қаласында күннің ұзақтығы 9 сағат 13 минут қана болды. Демек бізде қыс, ал Сиднейде жаз. Күн ұзағырақ. Манағы схеманы еске түсірейік. 2 ақпанды қарайық. Күннің шығуы 8:50-де, күннің батуы 6:06. Күннің ұзақтығы 9 сағат 16 минут. Келесі Сидней 2 ақпан күні 2018 жылы 06:17-те күн шыққан, күннің батуы 8:00-де. 13 сағат 43 минут. Егер біздер Сиднейді қарасақ, кему байқалады 2 минуттан, ал Нұр-Сұлтанды қарасақ 3 минуттан, 4 минуттан қосу байқалады. Оқушылар, кері байланыс орнатамыз. Көкжиек тұстары дегеніміз не? Схемасы қандай? Жыл мезгілдері не себепті ауысады? Және күн қайдан шығады, қайда батады? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сіздерге сәттілік.